хақым жоқ ау дамылдауға, неліктен бордай тоздың деп айтасың, дейсің бе бұл бауыржан қағынған ба, қалай тозбай кетемін айналайын. Бес сәбиім өртке барып жағылғанда, сен сияқты көңілді жүре алмаймын, тараздағы бауырлар жарылғанда. Отырсың өз-өзіңше екпін болып, самаң жетсе бауыржанды тепкін келіп, жамбыл есек мінген деп айтып қалдың, өзіңше сондай ұлыс еткін келіп, түйені түгіменен жұтқандар деп жемқорлар жайла айттың тек түрленіп. Айналайын шұғайып отыр ма екен сенің де бір қызмет еткін келіп. Түйе жайлы әңгіме айтып бұл тараздан кеп отырма бір есек мініп кеткін келіп. Айналайын ағайын, шұғайыптай бауырым отыр екен жанымда. Ал жамбыл жайлы сөйледім, жамбылдық мына қауымға. Мен де сөйлеп көрейін біразырақ ағайын дәуренімнің барында. Ал ағайын мені де өз балаңдай қабылда. Ал жамбыл жайлы сөйлейін ақындығын сұрасаң, қызыл тілі бабында, қызыл жол барыс жанында. Тақуалығын сұрасаң, намаз оқыған деседі Кремльдің төрінде, Георгиевтің залында. Тақуалық, діндарлық әуелден бар екен ғой екейлердің қанында. Жамбыл біздің жамбыл жәкеңнің тәйті деген көкесі, жүрген адам деседі бес уақыт намазбен бес парыздың қамында. Шәкірт болған деседі Таймөңкенің мешітіндегі молда Әбді Қадырға. Сүйегі жатқан деседі Мәдинаның маңында, бар десеңіз ағайын болады әрі баруға. Тайды деген сол кісі екі рет қажы барыпты, бірінші рет барғанда таңсықты деседі Құнанбай менен даңқты. Сол сапарда Құнанбай қажыларды жинайды. Ортасы елдің толсын деп, қонатын болса қонсын деп, тақиядай қазақтың өз мешіті болсын деп. Құнанбай ойлап халықты берген екен бағытты, Құнанбайдың айтқанын қажылар қабыл алыпты. Содан кейін ағайын ұлы жүздің қазысы, ұлы жүздің қазысы Шапыраштыдан тәйті бар, орта жүздің қазысы Тобықтыдан Құнанбай, кіші жүздің қазысы Әлімнің мырқы байы бар. Меккенің анау төсіне бір мешітті салыпты, тақиядай сол мешіт үш қажыдан қалыпты. Менің айтқаным шын еді, біреулер бұны білмейді, біреулер мұны біледі. Тәйті деген кім еді, мұсылманның біледі, жамбыл деген кім еді, ол да Алланың құлы еді. Шапыраштың ұлдары шет-шетінен іреді, ірі емей немені, Меккенің барып төсіне мешіт салған біреуі, Кремльдің өзінде мешіт қылған біреуі. Болмасын бұл заманда жаман жайлар, заманда сәт келді ғой адам жайлар. Ағайын ең бірінші айналымда жұт болып шығып еді маған қайнар. Ал енді шұғайыптай ақ бауырым, бауырым сені қалай жамандайды ал. Жүгең сені шәкіртім деп ертіп жүр, осы кісідей болуға алаңдай қал. Кітабын басып бересің сен жақында, осылай бұл жігіттер жалаңдайды ал. Саған айтар бауырым ақ тілегім, кәдімгі нық тұратын табанға айнал. Кітабын басатын емес, Ермановтың ертең ізін басатын адамға айнал. Болмайық тектен текке мақтауға мәз. Ағайын осы еді ғой мақтауға қаз. Ағайын Шұғайыпта бауыржанда осы елдің қақ төрін тапқанға мәз. Ал бауырым осымен тоқтаймыз ба? Екі ақында алдыңда шапқанға мәз. Екі ақынның аузына қалай сыйсын, 2000 жылға сыймай жатқан тараз. Рахмет, жақсы. Бұл өтіп жатқан
қорытындылаймыз. Осының алдында облыстың әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметовтың ұйғарымымен барлық ауылдарда, аудандарда айтыстар өткізілді, іріктеу. Халықтың ішіндегі таланттардың көзін ашамын деп игі қадам жасаған Асекеңе мыңда бір алғыс айтамыз. Біз қазір сол кісінің осында келгенін күтіп отырмыз. Келген жоқ қой әлі? Мына енді қарбалас уақыт, облыс басқарып отырған адам көп жұмыстардың ішінде, сонда да соңғы айтысты көріп, кішкене көңілін тоғайып қайтам деген екен. Әні-міне тосып отырмыз, бастай берейік пе, келе ме? Дүйсен. Ал бастай берсек, бастай береміз. Ақтық сайысқа шыққан екі ағын. Бұл екеуі де керемет айтыстар жасады бүгін. Біреуі өздеріңіздің жерлестеріңіз Қанат Мырзахан. Қанатпен айтысатын әйгілі Мұхтар Ниязовтың. Осы айтыстың бүгін финалы осы. Қарап отырасыңдар ғой, кіріп келсе, бір екі рет Асекең деп айтып жіберіңдер, уақыт болсын. Білмесе әлек болар айқаяға, әлін адам етікшідей етікке жарымаған. Билеті қымбат, бірақ күлкі сарзам, бұл күнде театр көп жамыраған. Соларға ағыл тегін жиналады, адамдар оң мен солын танымаған. Алай түсім ақ сүйек өнереді, арынды арғымақтай арымаған. Қазақтың баға жетпес байлығы ғой, дағдарыстың әсері дарымаған. Сондықтан да билеті тегін болып, залға да жиналыпты толып адам. Айтыс сүйер ағайын мың жасаңдар, тілеймін жүргеніңді сенің аман. Сағат 11-де болар бұл айтыс хат, таңғы 10 болмай жатып келіп аған. Алтыннан қымбат сөзін ақындардың, қара жерге қалдырмай теріп аған. Билеті қанша тегін болған менен, айтысқа келмейді ғой тегін адам айқаяға. Мекені қылықты қыз ұрық тұлдың, таразым тектіліктен сырық тұрдың. Керей мен Жәнібектей қос қошқардың, бастарын бір қазанда біріктірдің. Отан деп бауыржандар отқа түсті, қырғыны басталғанда қырық бердің. Желтоқсанда қаһарман қайрат болып, КСРО-ның жүрегін жұлып тындың. Шындықты шырылдатып шераған боп, парламенттің үстелін ұрып тұрдың. Бомбаны бауырына басып өлген, байтасынды келмейді ұмыт қылдың. Олас десең, әлемді мойындатқан чемпионның талайын шынықтырдың. Жақсылық елдоспенен бейбіт болып, белдескеннің барлығын жығып тындың. Ермахан Бақтияр Марат Болаттарды жұдырығы болаттай жігіт қылдың. Сенде туған ұлдардың бәрі батыр, мен оны тарихыңнан ұғып білдім. Бұл жақтың ең осалы мен шығармын. Менің өзім ерліктен үміт қылдым. Екі алтын домбыралы Мұхтар менен қорықпай айтысуға шығып тұрмын айқаяға. Ай, ай, ай.
Сейіт әкемен рухтан адам, негізі Мұхтар ағам мықтақ адам. Жүректегі түгінің тең жартысы, иегіне сақал болып шыққан адам. Айт сайын тілімен жұмыс жасап, аузымен талай жүрде ұтқан адам. Соткасын тығылдатып саусақтары, жазғанын желілерде жұрт қараған. Бокске де қатысып арасында ербеңдеп екі қолдан түк қамаған. Ол аз десең доп теуіп аяғымен, футболдан шет қалуды құптамаған. Бір емес көп балаға әке атанып, тырмаңдап түн баласы ұйықтамаған. Күн сайын жеңешеме тыным бермей, жыл сайын роддомға тықпалаған. 12 мүшесіне бір тынбайтын, ассалаумағалейкум Мұхтар ағам айқайға. Қанатау біреудің байлаңдердің, олар ине өзімдей майдаңдермін. 12 мүшесінде тынбайды деп, сахнада кереде жайлау болдым. 11 мүшем еркектерге көрініп тұр, 12 мүшені қайдан көрдім. Байқасам өзегімнен жыр бораған, аузымнан өлеңім құрғамаған. Қаншама өлең жазып келіпсің ғой, тіліңде тоқтамаған сырғанаған. Өзіңде бір керемет інімсің ғой, көз тояды керемет бір қараған. 4 баланың әкесі деп қалдың ба, Құдай бала беріп еді жылдамаған. Негізінде менікі 5 бала ғой, жөн болады баланы ұрламаған. Құдай ау 5 баламнан не қалады, әрінің құрта берсе бір баладан айқаяғы. Өлеңім үсті-үстіне туылады, оның енді тыңдасын шуын әлі. Кейбіреулер бірінші айналымнан шығатты, әрі қарай буынады. Ал енді қанатпенен Мұхтар балам қызыл сөзден қуырдақ қуырады. Қуырдақтың исіне ағайындар қуастың сілекейі шұбырады. Суырып сап салмайды кейбіреулер, бүгінде салып қойып суырады. Шапқа-шаппен екеуміз айтсайық, халықта жаңбыр жырға жуынады. Ештеңенің біздерге керегі жоқ, тәтті сөзден тілдері улады. Алтын тақта отырған құл секілді, бізді тек халайықтың буырады. Айқаяғы. Қанат олмаған несін алаңдайсың, қанжардай қасыма келіп жалаңдайсың. Қос алтын домбыраны ұтқан ағам деп менің ерлігімді бағамдайсың. Неше домбыра ұтсам да айналайын, жат болып кетіп едіңдер маған қайсың. Ағаш балтаның басы алтын болғанменен, ағаштан басқа нәрсе шаба алмайсың. Домбыраңдай алтын болып кеткенменен, алаштан артық жұртты таба алмайсың. Айқаяғы. Жамағат жүйріктерге сыйлық берген, сөйлесін деп сахнада билік берген. Шаппа-шаппен шарпысып отырай, қарсыласқа шығаса биліккеннен. Онсыз да біздің халық шаршады ғой, тұлпарлар аз болғасын құйғып келген. Бірінші айналымнан шыға салып, ми айналып қалатын жүйріктерден айқаяғы. Артық ұзақ сөйлеуге көнбес билік, Әужекеңнің бергені 15 минут. 15 минут ішінде қанат бала сөз айтуға болады өлместей қып. Жан-жағынан аған кеп құрсауласын, көкіректен ендеше жасауласын.
Bizge деген жүрегің жұмсақ, бірақ айтысқа деген қатты талап жұмсармасын. Ақындар ауылыңа кеп тұрсыншы, керек болса арасына күн салмасын. Қос балаң ағайын қолдап жібер, көкірегін ешқашан мұң шалмасын. Қанатпен мұқтар шығып алдарына, қанатты тұлбақса бір самғасын айқаяғы. Келгесін ағайынға айқаяға ұнайын деп, суырылса өлеңді құрайын кеп, ағайын қолдап жібер деп қоясың. Мұхтар аға жұқтырма бұлайын деп, сұрап алған сыйлықтың сүйкімі жоқ, бекерге боп қаларсың шырайың жоқ. Жақсы айтсаң халық өзі қолдайды ғой, айтпасаң да шапалақ сұрайын деп. Мысалы халық отырмаған қазір, сұрамай-ақ шапалақ ұрайын деп айқаяға. Қылыштай қызыл тілді айқаяға қайрағанмын, осындай шаршы топта сайрағанмын. 12-ші мүшемді қайдан көрдің деп неге сахнада майдаландың? 12-ші мүшеңе күмәнім жоқ, одан да айтар сөзді сайлап алғын. 12-ші мүшеміз істемесе, үйдегі 5 баланы қайдан алдың айқаяға? Айтайын әрбір сөзді саралап та, бекерге ие болмай жаманатқа. 4 бала деп шатастың деп қоясың, сен олай өзіңе қара жақпа. 4 бала емес көп бала деген едім, сен өзі көңіл қойшы қанағатқа. Алдыменен дұрыстап естіп алған, қасыңдағы ініңе қара жақпа. Өзіңнің құлағыңа ие бол да, біреудің аузына жала жаппа айқаяға. Уақыған боп қалды жайшылық па, домбырамен кірістің қайшылықта. Біреудің сөзін бөлме деген сөзді біздерге үйретіп ет қайсыныпта. Озағынан сөйлесем айып етпе, шабатын тұлпар едім айшылықта айқаяға. Бұл мұхтар білгілмеді, дүмшемеді, іздегені сауапқа күлшемеді. 2 рет алтын домбыра жеңіп алған сен едің қазағымның тіл шебері. Сахнаға шығыпсың костюм киіп, ақынға жараспайды жүрсе керек. Айтыскер деген атқа лайық боп оюлы шапан киіп жүрсең еді. Сахна түгіл көшеде киіп жүрсең, шапан кидің деп сені кім сөгеді? Жамбылдың да шапансыз суреті жоқ, осыны назарыңа ілсең еді. Сахна мәдениеті деген болады, сен оны бізден жақсы білсең еді. Күреске де шықпайды киманосыз, өмірдің заңдылығы бұл себебі. Ақынына бір шапан жаппаған бас, сірелі салтқа берік жыл-жыр желеді. Таразда талай шапан жапты саған, демегін оны ылас кіршеңеді. Тағы шапан сұрауға келдің бәлде, бірнеше рет таққандай бір шегені. Құлтияқ кедей болсам түсінерек, байқұстың бар шығар деп бір себебі. 2 алтын домбырасы бар адамның бір шапан жоқ десе кім сенеді айқаяға? Жігітпедің шапанмен мақтанатын, күйе жоқ болдым ғой ақ қадатым.
ішіндегі адамға байланысты әңгіме қыла берме қаптамасын. Шапан деген сөз емес мына маған, ол да бір киім емес сақтанатын. Бес балалы болғанда түсінесің, сен әппақ шапаныңның қап-қарасын. Осылай айтыстарға содан кейін бұйырған киімдерді алып барасың. Құдай соған жеткізсін сені дінім, күн астында бұйырса қақталасың. 4 бала емес көп бала деп айттым деп, түйіліңді көрсетпе қап-қара түн. Сенде бір керемет қасиет бар, сүрінсең секірдің деп ақталатын. Ай қаяғы, ал жарайды шапаның асыл екен, көркіңе талай қыздар ғашық екен. Халықтың қошеметін сұрама деп, өз тәбетің бірақ та ашық екен. Мен ешкімнен арнайы сұрағам жоқ, елдің маған көңілі ашық екен. Мысалы маған ұрып жатыр ғой деп, айтқан жерім қанеке жасыл екен. Сұраймын деген сөзді араластырмай, мынауың бір керемет тәсіл екен. Ай қаяғы, сайраған аузыңдағы тілің болар, айтатын елмен жұртқа мұңың болар. Шапанды да жабамыз Алла жазса, оған бола сен емес қырың қарар. Сахнаға тыр жалаңаш шыққан жоқпын, түсінеді ағайын мұным долар. Осы халық бұйырса аман болса, иығыма шапанның мыңын жабар. Байдың асын қызғанып не қыласың, жөнің жоқ қой өзіңнің тілің қырың қарар. Қарт жамбылдың шапаны жеткен жоқ қой, сөзі жетті артында жырың қалар. Ай қаяғы, қанатжан әзіліме күлген шығар, мұндай сөзді есіңнен мүлдем шығар. Мұхтармен айтсам деп мына бала 5 күн бойы білегін түрген шығар. Әбдені алаңсыз дайындалып алыпсың ғой, өшпендік жүрекке сіңген шығар. Жамбылдан қалай шапан жапты дейсің, болдым ғой бұл өлкеге бірден сыңар. Асекең бекер кешігіп жатқан жоқ ау, демеймін естен оны мүлдем шығар. Мұхтар бала костюммен кеп қалды деп, маған ол шапан іздеп жүрген шығар. Ай қаяғы, мен сені ақын десем айқай ағам, ең алымды байқатпадың не жоғың не барыңды. Шапансыз костюм киіп шықтың деп ең моншақтап маңдайыңнан тер ағылды. 5 балалы болғанда оғасың деп, үйдегі 5 баланы тем ағылды. Әкімде шапан іздеп жүрме дейді, осылай көмейінен жер ағылды. Геннадий Головкинді білесің ғой, көк көзді боксшымыз ең арынды. Шапанмен атай салып шаршалаңда, әперді небір белбеу медаліңді. Шапаннан мың есе артық, костюмнен мың есе артық шапанымды, осылай Лондон, Париж, Вена білді. Сен болсаң неше түрлі сылтау айтып, қайта-қайта басасын педаліңді. Қазағымның шапанын ки алмасаң, қасиетің жоқ екен кен ағырлай қаяға. Айықсай шүберектеп алшаңдадым, дауысың бізге мынау жарсаң мәлім. Жеме-жемде орысқа жығылатын,
қазақтың қасиеті болсаң мәлім. Мен шапан кимесем де қазақпын ғой, сондағы Геннадийма тамсанғаным. Итте болса артық қой өз қазағым. Сонда орыс өліп тамсанғаным. Сен бірақ білмейсің ғой сол шапанға Геннадийдің самұрықтан қанша алғанын. Ай қаяғы ай, бағымды көтеретін халық деймін. Ортамызды тұрсаң да жарып мейлің. Қарт жамбыл артымдағы айналайын, Қаратаудай көтерген алып деймін. Сен соның мұраларын жырласаңшы, айтқаның тек шапанба бетімізге салық деймін. Өзіңнің шапаныңды жаба салшы, ұнамаса үстінде анық киімім. Мен киімге байланып қалған жоқпын, бұл осы баяғыша қалып деймін. Костюмменен жүрсем де кешке дейін қазағымның өнерін дәріптеймін. Ай қаяғы ай. Уақыға ағамсың ғой асқарады, демегін бүгін інім жасқанады. Қазағымның өнерін дәріптеймін деп сөзді айтып жатсың рас бағалы. Қазақты дәріптеуде ең бірінші шапанды киінуден басталады. Ай қаяғы Ау, апырауын балаға не көрінді? Қоймадың ішкеніңді жегеніңді, бетіме салық қылып айта бердің аулыңа шапансыз кегеніңді. Шапанның ішінде мен отбасам да жаратқан ол шабытқа еге қылды. Айтысқа дайындалып келді депем сөзбен сайлап қарулы береніңді. Тараздың өз ақыны емес пе едің, өрге қарай шырқашы өлеңіңді. Тақырыпты ауыстыр мүмкін болса, бұл сөзіңнен болмайсың себебілге. Үйде жүрген бұзаудан бұқа шықпайды, өрісіңді кеңге сал өлеңдегі. Айтыста жырғылышын қайық ұстаймын, өзіңмен қалай бүгін тартыспаймын. Шапаннан ең соңында тұра қалдым, енді мен Мұхтарменен шарпыспаймын. Шапан, бардағы шапан сұрап киіп келгін. Тамағын қызған басын байқұспайдың. Шапанда бол қазақтың дәстүрі ғой. Қалайша енді бүгін шарпыспаймын. Шапаны бір адам шығармасаң, шапан жоқ адаммен айтыспаймын. Ай қаяғы ай. Мынауың білмейм қандай өнег екен, Таразда шаңырақ биік керек екен. Қожа Насыр бір жолы уақиға бар, бір үйге қонақ болып келген екен, үстіндегі киімі жұпыны боп, көңілі содан кейін елең екен. Ешкім де оны қарсы күтпепті ғой, шапаны жаман екен себеп екен. Содан кейін жаңа шапан киіп келіп, қайдадан ортаға кеп желеді екен. Сол кезде жұрттың бәрі төрге шықтып, айтатыны ерекше өнег екен. Сол кезде Қожа Насыр ұялмастан, же шапаным жей қойсен деген екен.
Одан басқа ақын қылсын. Білмеймін сен немене қатып жүрсің. Айтысқа келесің ғой бұл шапанды, мұнымен қашан тұрып жатып жүрсің. Қадалғаннан қаналған бәле құсап көрінгенді көзіңмен атып жүрсің. Қонаққа шапан киіп деп айтама, атадан мынау қанат нақыл білсін. Негізі келген қонаққа шапан жабат, ақыны білмесе керек әкім білсін. Қанатының фамилиясы Мырзахан ғой, Құдайым келтіріпті сәтім құрсын. Әкімінің фамилиясы Мырзахметов, алыс немесе жақын білсін. Бір қонаққа бір шапан жаба алмасаң, Мырзахан деген сенің атың құрсын. Анекдот айтқандай боп шебер жақсы, айттың ғой қожа жайлы өлең жақсы. Қожада жыртық болсын шапан болған, ал сенде бар емес пе өнері жақсы. Үстінде жыртық болсын шапаны бар, қарағым қожа Насыр сенен жақсы. Әлсіздер теңескенде әлдіменен, байларда теңеспей ме жарлыменен. Шапанды сахнада емес үйде жабам, бергіні қозғай берме әлгіменен. Айтыстан соң қонаққа тоқтатайын, тоқтағұлды күткендей жамбыл ерен. Тек тұрмастың басына бір шығарсам, тек тұрмай шығарарсың әнжір өлең. Сіміртіп байзақ жақтың балғымызын, тойдырам Билікөлдің балығы менен. Меркінің курортына жатқызайын, емдеймін десең егер тәнді немен. Аты шулы шуға да апарайын, күлгіз десең анекдот әңгімеден. Жасылбектің аулына қыдыртайын, десең егер шұбырған малды көрем. Бәукең туған барайын жуалыға, десеңіз көктемде де қарды көрем. Айтпақшы шаңғыменен сырғанайтын, қаралма тау кешеден салды берем. Тауларды аралаймын десең егер, тез жүретін шаңғыға сап жіберем. Екі қайырылып кетпесін екі аяғың, сырғанап көріп бедің шаңғыменен. Қысқасы қонақ қылып қыдыртамын, көрсетіп желдің бәрін сәнді деген. Енді бір көлік болса аяғыңды қара жерге тигізбей ап жүререм. Уақыпа сәлкіметі осы айтыстан көлік үтіп алайын алдыменен айқаяқ. Тіліңнің итімеді талатқаным, ағаңның түк қоймадың балақтарын. Енді мұндай неге жолықтырма, айтыспай кетсем дағы жаратқаным. Тайпанды істеместіме мен өзіңді, қолмен емес тіліңмен сабат жаным. Көлік ұтып алам деп алды менен, сөзіңнің де соң жағын сабақтадым. Бұл неғып елді кезіп кетті дебем, жүрегі бар екен ғой талаптарың. Халықтан сұрап алма шапалақ деп, сен бағана мына мені жаратпадың. Көлікті көрген кезде айналайын, өзіңе қарсы келдің қанат жаным айқаяқ. Қанат бауырым шынымен қасқыр меді, жаңылған жеріңдегі тәспіңдегі.
Özüңнің ауылыңда отырып ап, өзің жүлде сұрауды дәстүрім еді. Қарағым талантыңмен жеңіп алсай, кеудеңнен ағытылмай тасқын кері. Қазыларға намек қып не қыласың? Айқайның бойындағы жастың желі. Құлманбеттің еліне барған кезде жамбыл сұрап алып бет бас жүлдені айқай ақыл. Уақыға шаңдатпадың айқай ағам сағынаны. Деушелі елдер сені жапырады. Көлікті қазылардан сұрағам жоқ. Ақынның мен емес пе моты бары. Жай ғана жоспарыммен бөлістім ғой. Оны да мына халық бақылады. Өзім ақ жеңіп алам алла жазса. Бар еді бұл ініңнің тоқығаны. Hyundai акцент тігіпті бас жүлдеге. Оны да ел қызыққып жатыр әні. Акцент мінген ауылдың баласына акцентті ауыздықтау не тұрады айқай ағам? Бұлғана төбемізді ойыпты ғой. Сыйластық дегенде әбден жойыпты ғой. Акцентпенен акцент ұйқастырып, оған дейін дайындап қойыпты ғой. Қайтейін қарқыныңыз мықты болсын. Өз елің өз жеріңде түпті келсін. Өзің айтыс жасада өзің алсай, қадамдарың қайтейін жүкті болсын. Мен ешкімге қарағым таласпаймын. Осымен сөздің соңы бітті дерсің. Жоспарымды айтпайын деп бәрін айттың. Бұдан соң көңіл қайдан көпті болсын. Әкім келсе мұндайға жол бермес еді. Жүрегің сенің жырға жүкті болсын. Бір айтқанда не айтам деп отырсың, алып жатсаң жүлдеміз құтты болсын. Айқай ағыл. Жақсы, рахмет. Жолдайыз. Жақсы ма? Бүгіндерін артпадық. Енді мына облыстық мәдениет басқармасының бастығы Дүйсен Бұқыбаевтың айтуына қарағанда қатысқан барлық ақынға жүлде бар. Айтыс осымен аяқталды. Жүлделерді бөліп беру үшін қазақ алқасына 10 минут уақыт. Содан кейін тарқатамыз.
айтышты қорытындылау үшін бүкіл қазақ алқасының құрамы ортаға келіңіздер. Мен жексұрын көп болмайын, өзім тұрмын. Айтыстың жалпы сипаты жөнінде бір ауыз сөз айту үшін қазақ алқасының төрағасы профессор Аманжол Әлтаевқа сөз беремін. Ассалаумағалейкум, ардақты көне Тараздың өнер сүйер асыл халқы. Бүгін мінекей таң атқаннан бастап кеш батқанға дейін қазақтың атамұра өнері, айтыс өнерінің үлкен ұлан асыр аламаны болды. Күреңбай сыншыдай көреген көздеріңізбенен сарапқа салып, жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шығар ақындарымыздың өнерін сынға салып, шаршамай, талмай, арқаларыңыз қозып, 62 тамырларыңыз исініп, ақындар үшін қабырғаларыңыз қайысып, үлкен жанашыр болып отырған, біздің өнер қонған, құт қонған Тараз шаһарының халқына мыңда бір рахмет айтқымыз келеді. Алатаудан, арқадан ақындарым келіпсің, таңдайынан бал тамған, жақындарым келіпсің деп, Жыралыбы Жамбыл атамыздың өзі жырлағандай, бүгін ұшса құстың қанаты талатын, көсілсе тұлпардың тұяғы тозатын, қазақ даласының түкпір-түкпірінен аузымен құс түстеген жүйріктер, орақ ауыз от тілді ақындарымыз келіп өнерін ортаға салды. Ақындар бүгін сіздердің өткендегі көңілдеріңізге, басылған көңілдеріңізге көңіл айтты. Запа шеккен қасіреттің арты қуанышқа айналсын деген тілек айтты. Сонау Баянтаудан келген Аспанбек бауырымыз, басын жеп кетпесем де табағыңның жасын сүртіп кетейін жанарыңның деген сөз айтты. Сондықтан ендігі жерде тек қуаныш болсын ауылдарыңызда. Өздеріңіз орталарыңызда үкілеп шығарған дархан балаларыңыз, кешегі Жыралыбы Жамбылдың өзі айтысқан кезде ең бірінші елдікті айт, елдің басын қосатын бірлікті айт деді емес пе? Сол Жамбылдың жолыменен, дарханның сөзімен айтқанда, руымызға жайылсақ жоқ боламыз, туымызға жиналсақ көп боламыз деді. Ілайым, тәуелсіз қазақ баласының бірлігі баянды болсын, ардақты ағайын. Сондай-ақ құлагердей құлдырап шапқан, өздеріңіздің үкілеп қосқан тұлпарларыңыз, жаста болса өзінің нағыз тұлпар екендігін танытқан біздің қанат бауырымыз, Таразым ұлым көп қой менен басқа, ал менде туған жер жоқ сенен басқа деді. Қандай тамаша сөз. Сондықтан туған жерге ту тіккен ақын ұлдарымыздың мерейі асқақ болсын. Сонау Алматыдан келген Шұғайып бауырымыздың шетелден желаяқтарда келгенше, алаяқтарда келсін қашып кеткен деп, бүгінгі саяси қоғамдағы қордаланған мәселелерді ақындарымыз ауыз жеткенше айтты деп ойлаймын. Құрметті ардақты ағайын, Нұрлан ақынның тілімен айтқан кезде қазанатына бап берген, азаматына бақ берген, мына отырған асыл халықтың қағанағы қарып, сағанағы сарып болсын деп тілейміз. Әгі сол Нұрланның сөзімен айтқанда, тайлақ түгіл Тойота берсе дағы, ешқашан қазақ қызы шешінбесін деді. Бүгін ақындарымыз ата дәстүрдің, салт сананың, қызымыздың ибалы болғандығын, ұлдарымыздың рухты болғандығын, аналарымыздың ғазиз болғандығын, ақсақалдарымыздың абыз болғандығын тілеп, бізге өнегелі өлең айтты. Аузынан, дуалы аузынан жақсы сөздер шыға берсін алдағы уақытта. Құрметті ардақты ағайын, сонау әге алаңда алаң жұрт, ағала ордан қонған жұрт деп қазтуған жырау жырлағандай, жайықтың жағасынан, елдің сағасынан келген Бауыржан бауырымыздың, Тараздың жігіттерінің жұдырығынан қорқады, жарды дүние әлемі деді. Расында да Тараз тек қана өнердің ғана емес, талай-талай олимпиаданың, әлем чемпионатының алтын медалін жарқыратып қазаққа ол жасалған спорттың алтын бесігі. Мінекей, бүгін біздің ақындарымыз осы Тараздың қазақ спортының құт берекесі тасыған өлке екендігінде тілі жеткенше айтты ғой деп ойлаймыз. Қажымұқан ақынның сөзімен айтқанда, ойда жоқта топ етіп төрден шыққан Тоқаевтан кейінгі мен екен ғой деді. Қандай жақсы.
бүгінгі елімізде болып жатқан жаңалықтарда осының барлығын әдемі юморменен, кестелі тіліменен жеткізе білу ол ақынның ой тапқырлығы, сөз шешендігі. Сондықтан ақындарымыздың шешендігі кешегі Сүйінбай салған, Жамбыл салған сара жолменен жетіле берсін дегіміз келеді. Ардақты ағайын, мінекей осы аймақтың басшысы, Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметов бастаған облыс басшыларына, Жамбыл облысының мәдениет басқармасының басшыларына, осы өнерде өзімізбен қанаттас жүрген Ахметжан бауырым бастаған ақын бауырларымызға, осы қазақ даласының жақсысы мен жайсаңын жиып, өнердің үлкен ұлан асыр мерекесін жасаған Тараз өлкесінің ел жұртына осыны ұйымдастырған барша азаматтарға Қазылар алқасының атынан мыңда бір рахмет айтқымыз келеді. Ардақты ағайын, сонымен бірге мінекей осы саналы өмірінің барлығын қазақтың бабадан қалған байтақ өнері, айтыс өнерінің дамуына, айтыс өнерінің өркендеуіне арнап келе жатқан бәріміздің рухани ұстазымыз, айтыстың Асқардау әкесі, осы қазақ өнерінің үлкен майталман ағиық қайраткері, өздеріңіз жақсы көретін, ардақ тұтатын, құрмет тұтатын Жүрсін ағамызға да мыңда бір рахмет айтқымыз келеді. Тараз өңірі қашанда айтыстың ақбесігі еді ғой. Кешегі Мұхамеджандар айтысқан, кешегі Әсіпбек ағаларымыз бастап жырдың байрағын желбіреткен жер, мінекей сол тұлпардың артында бәйге қосылар жүйрік құлындардың бар екендігін бүгін көрдіңіздер. Алдағы уақытта Тараз өңірінің туын биік ұстайтын жүйрік ақындарыңыз көп болсын. Айтыс құтты болсын, ардақты ағайын. Рахмет. Абайжан бауырымыздың әуелені сипаттауына сөз қосудың қажеті жоқ қой деп бәрін дұрыс бағасын беріп тұр. Рахмет. Аманжан төраға болса сендей болсын. Тағы бір екі айтысқа төраға болып барасың ғой деп жақын. Енді айтыстың жүлделерін таратамыз. Қатысқан ақындарға сыйақы тағайындалған, соны тапсыру үшін кім қайда? Дүйсенәлі Бақыбаев қайда? Облыстық мәдениет басқармасының бастығы. Онда келіңіз, сіздің қолыңызда алдағы тәуір қой ақындарға. Ахметжан, Өзбек екеуміз тапсырып тұрыңыздар, мен айтып тұрайын. Сонымен Жамбыл менің жаятым, халық менің шын атым атты республикалық ақындар айтысына қатысып, тамаша өнер көрсеткен ақындарға сыйлық Нұрлыбек Құрмановқа қыздар әкеп тұрыңдар, беріп тұрыңдар, сіздер тапсырып тұрыңыздар. Нұрлыбек Мейірманов Шымкенттен. Нұрлыбек тамаша ақын көрсетті. Үлкен додалардан қалмай қатысып жүреді. Ержеңіс Әбдиев Қызылордадан математик мектептің мұғалімі. Жақсы айтыс жасады бүгін. Шапағат Әбділге дәл осындай сыйлық. Шапағат білгенді. Тапсырып тұрыңдар. Ербол Ершатқа бұл тамаша ақын екен. Осы астан келген ағайындар қазақтың айтыс өнерін көргенде келдір. Бұлар тіл біледі, дәстүр біледі, бақытты болайын ағайын. Айтыстардан қалма. Олжас Одарға Астанадан келген салық комитетінің басқарма басшысы, ақындардың ағасы. Тосын. Медеуге, Медеу қайда? Бұл да бір жақсы арқалы ақын екен, айналайын, құтты болсын. Батырға қосылдым деген осы. Талғат Мұқиға Батыс Қазақстаннан келген. Талғат Мұқи қайда? Тамаша жазба ақын, тамаша айтыс ақыны. Бүгінгі осы қанағаттасың Талғат, жүрегіңді жақсы жүдалғансың. Бәрі есепте, есеп іштегі жоқ. Болсын, енді үш адамға ынталандыру сыйлығы тағайындалған. Бұл біздің
азулы ақынымыз Аспанбек Шұғатаевқа ынталандыру сыйлығы. Дәл осындай ынталандыру сыйлығы, шабыттандыру сыйлығы Қайнар Алагөзовке, Ақтөбенің ақыны. Бұл өзі айтыстан жоғалып кетіп қайта қосылып еді. Құтты болсын. Мен айтысымды өңесіме шындай көрсін. Тамаша хит әндердің авторы, танымал адам, дәл осындай ынталандыру сыйлығы бүгін керемет өнер көрсетті. Бірақ басқаларға жол берілді. Осы облыстың ақыны Дархан Әбдімановқа. Бұл Дарханды осыдан 3 жыл бұрын таксидің ішінен тауып алып едім. Бұл әбден шыңдалған деген кәдім. Бір аламан қара қарсы баспай қалуға толық мүмкіндігі бар тамаша ақыным. Өй, шыққыны. Енді үшінші орын тағайындалған. Әрқайсысы 300 мыңнан. 4 үшінші орын. Қысып қалып жатыр дейсіңдер. Бауыржан, Алиолда тапсыр. Бұл Асқат. Кел Асқат қайда Қылышбекке. 300 мың. Дәл осындай 300 мыңдық ынталандыру сыйлығы, 3-ші орын сыйлығы аяқ астынан келіп 30 жылдан кейін болды. Баспайген алып кете жаздаған Қажымұқан Абзаловқа. Құтты болсын Айнара. Сен тамаша шабытты ақынсың, бабында жүр. Дәл осындай 3-ші орынның 300 мыңдық сыйлығы бәрімізді әнімен, сәнімен, жырымен тамсандырған Нұрлан Есенқұловқа. Шымкент. Нұрлан тамаша өнер көрсетті бүгін. Риза болсын, құтты болсын Айналайын. Талай топ жарып, алтын домбырадан бастап, талай бас жүлделерді алып жүрген Мұхтар Ниязовқа да осындай 3-ші орынның сыйлығы бұйырды бүгін. Құтты болсын, саған риза бол. Екінші орынның сыйлығы 3 адамға. Әрқайсысы 500 мыңнан. 500 мыңнан. Неге сен тапсырып өтейік біреуін. Бұл сыйлыққа ие болған 500 мыңдық сыйлыққа екінші орынның Шұғайып Сезімхан. Жаңа амандық сөздерін мысалға келтіріп тұрған. Шұғайып құтты болсын Айналайын. Дәл осындай, дәл осындай екінші орынның сыйлығы 500 мың теңгелік бұл Айбек Қалиевқа. Айтыстың ақтаңдары. Айбек құтты болсын. Дәл осындай 500 мың теңгелік екінші орынның сыйлығы Оралдан келген Бауыржан Шермединұлына Алтынбек Қоразбаев тапсырады. Бауыржан құтты болсын Айналайын. Осыған қанағат дейсің енді. Бірінші орынның жүлдесін Азыр Алқасының төрағасы Аманжол Әлтаев тапсырады. Бұл сыйлық 1 миллион теңге. 1 миллион теңге деген дүниенің ақшасы. Бұл сыйлыққа ие болған, өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар, жаңа айтыстың соңын көтеріп өткен тамаша айтыскер ақын қарағандылық Дидар Қамиев 1 миллион теңге.
айтысты ұйымдастырып, қыруар қаржы бөліп, ықылас бөліп, халық өнерін қолдап жатқан Асқар Исабекұлы Мырзахметке мыңда бір алғысымызды айтамыз. Осы жерде көмекшілері бар шығар, айта барыңыздар. Енді қауырт жұмыстар келе алмады, әйтпесе бір төбе бір үстемін деп еді. Мыңда бір рахмет, осы бағытынан таймаса, халықтың алғысына береді берсе, қызметті жемісті мерейлі үстем бола береді. Қоя түсінем, өзімнен. Бірақ азыген келмегімен оның бірінші орынбасары Бекболат Орынбек мырза осында бас жүлдені тапсыруға спортаға шақырамыз. Бекболат Серікбекұлы Орынбеков бағана айтысты бастап берген. Батаңыз қабыл болды, айтыс жоғары деңгейге өтті деп тұрмыз. Ал қадірменді жерлестер, ағайын, туыс, бауырлар, жаңа айтып кеткендей, енді облыс әкімінің жұмыс сапарына байланысты бүгін Байзақ ауданында сағат сайын хабарласып, дұғай сәлем айтып жатыр. Осы ұйымдастыру алқаға бүгін өзіміздің мынау жөген келіп отқан азаматтарға, сіздерге тек қана үлкен алғысымызды білдіреміз. Ата бабамыздан қалған мұра дәстүрі бойынша өзіміздің ақындар айтысы Жамбыл жерінде ешқашан үзілмейді. Бұл дәстүрге айналған жұмыс, сол себептен бәріңізге үлкен рахмет. Біз енді марапаттауға дайынбыз. Бас жүлде кім не болғанын шамалап отырсыздар ма? Кімді ойлайсыздар? Ол Жамбылдың өз жүйрігі, тамаша талантты ақын Қанат Мырзахан. Күнсен, күнді алып қаласыңдар ма? Күнді алып қалайын күзінде бермейсіңдер ме? Күнді әксен, Ассарайдың алдында болған. Құлбарың жүйрік болсын, Қанат, тау жара бер, беттесіз. Біз жерлестерімді қаншама қуанышқа бөледің, бағын жана берсін әлде. Бірақ сөйледі, отырмайын. Тамызып сөздің сөлін мақалмайын, тағы бір сөйлегенде қақалмайын. Жамбылдық ағайынға рахмет, қалайша туған жерден бата алмайын. Мерейімді өсірдің бүгін міне, астыма ат мінгіздің шапандайын. Есекке мініп жүріп бір-ақ күнде мәшине мінген Жамбыл атамдайын. Сонымен қайсы аяқталды, баршаңызға мыңда бір рахмет. Осы тойдың қасиеті аяқтарыңызбен үйлеріңізге ере барсын. Бастарыңыз аман, балаларыңыз бүтін, уайым қайғы жоқ, тыныштық дәурен жүре беріңіздер. Жолыққанша күн жақсы.